осындай дәмді әрі пайдалы етсіз котлет дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жуып тазартылған гречкамызды үстіне қайнаған су құямыз. Және ашып тазартылған картошкамызды үстіне қайнаған су құйып, керегінше құйып аламыз қайнаған суды. Және татымына қарай 1 чай қасық тұзымызды саламыз. Және қайнатып аламыз. Қайнап дайын болған картошкамыздың суын төгіп, осындай езіп аламыз. Бәрін біркелкі қылып езіп аламыз. Үстінен гречкамызды саламыз. Және араластырамыз. Татымына қарай қара бұршымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 1 штук жұмыртқамызды шағып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды қызып тұрған майға салып, екі жағын жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Осындай дәмді әрі ерекше котлетіміз дайын болды. Жасап көріңіздер.